Жақсы ұйықтап алдым. Ал енді беті қолымды жуып алайын. Беті қолымды жуып алғаннан кейін грядканы тазалап тастау керек болады енді маған деген. Сүйіс бетімізді, сүйіс қолымызды жуып аламыз. Болдық. Ал енді кузницаға барып сандықтың ішінен мотыгамды алып грядканы тазалап тастайын. Ал кузницаның ішіне кірейік. Осы сандықтың ішінде негізінде мотыгам болу керек. Мінеке мотыгам бар екен. Ал енді грядканы тазалап тастайық, әдемілеп тұрып. Кеше түнде мөр ұйықтап жатқан жерінен оятып алып, ауылды дамыту үшін больница соқтырамын деп көп мөлшерде менен ақша сұрап алған болатын. Кемінде бір 50 мыңдай алып алды. Не істерімді білмедім, ақшамды бере салдым. Ауылымыз даму үшін, оның үстіне ауыл даму үшін үлесімді қос деп айтып миымды жеді ғой. Амал жоғынан бердім, айтпесе ақшада өзіме қатты керек. Ол мердің точно больница соқтыра ма, соқтырма ма білмеймін. Ол жағын ол больница соқтырмай өзіне бір машина или қымбат киімдер, үйін жақсартып алу дегендерді істеуге мүмкін. Негізінде өте көп любой мэрлерден осындай істі күтуге болады. Ол ауылды дамытпайды, басқа заттарды өздеріне салып алуда мүмкін. Короче, машина алу мүмкін, киім, анау телефон деген сияқты. Бірақ та біздің мэрді ондай іске бармайды деген сенімдемін. Сондықтан да мен ақшамды берген болатын. Сонда да біздің мэрден қорқуға болады. Алдыңғы жылы да или білмеймін, осыдан 3-4 жыл бұрын ба бізден өте көп мөлшерде ақша сұрап өзіне қымбат машина алған болатын. Сосын ол мэрден тонап кеттім. Мен сосын тонап бүкіл жителдерге өз ақшаларын барлығын қайтарып берген болатын. Так, мен грядканы тазалап болдым. Ал енді көршімнің үйіне кіріп шығайын, бағында маған бірдеңе айтамын деп шақырып алған тұғын. Там житель, не айтасың, айта бер сөзіңді. Олжас, бізден көп мөлшерде ақша алып больница соғамын деген, бірақ мен больница соғудың орнына өзіне қымбат көлік алып алды. Мәссаған жедел шын айтып жатырсың ба? Кеше түнде менен де мөр көп мөлшерде ақша сұрап алып больница соқтырам деп айтқам. Мен соған сеніп ақшамды берген болатынмын. Енді сен менен қандай көмек сұрайсың? Олжас, бүгін кешке мэр тағы да машина алуға қалаға барады. Сен осы мүмкіндікті пайдаланып, мердің үйін тонап кет. Бізге қайтадан ақшамызды таратып бересің. Жарайды, онда жедел кешкі уақытты күтейік онда. Сосын іске кірісеміз. Ал мен үйіме барып отыра тұрайын. Мінеки кешкі уақытта болып қалды. Ал енді мөрді тонау ісіне кірісейік. Мінеки мөрдің үйі қай жерінен кірсем болады екен. Так, осы жерден қазып көрейік. Тоқтай тұр, ең бірінші үйінде ешкім жоқ па, соны біліп алайық. Так, осы жерден секіріп көрейік. Ешкім жоқ екен. Бол жақсы болды. Так, осы жерден бастап қазайық. Мінеки қараңыздар достар, барлық байлық осы жерде секілді. Так, нан қазайық. Ойбай, емой, асыға түсіп кеттік қой. Так, мінеки достар, достар. Так, мына жерді жауып қойайық. Нан сындырып, мына жерді алмазбен жауып қойайық. Достар, наны қараңыздар. Барлық байлық осы жерде екен. Мен дәл топтың. Мәссаған достар, так, мұнан сандықтың ішінде не деген алмаз мына жерде. Наны барлығы жителдің барлығының ақшасы және менің де ақшам бар, короче, бұл жерде. Наны барлығын алып алам сыйғанынша. Бірақ та мына жерде бізге сыймайды екен, бірақ сыйғанынша ала берейік. Келесін алатын шығармыз келесі келгенде. Мәссаған уже толып қалды менде. Так, үстіне қалай шығамыз енді? Так, қай жерден шығып едім? Мен алмаздарды сындырып алайын қазір. Мен үстіге шығуға керек болады. Мына жерден бір алмаз сала тұрайық. Ал енді мына жерден алмазный блоктарды алып үстіге қарай шығу керек. Мен осы жерден шыққан секілдімін. Так, по-моему, жоқ, бұл жер емес. Енді көрейік. Мына жер шығар. Так, мінеки осы жер екен. Мен уже шатасып жатырмын. Байлықты алғаш рет көріп тұрмын бұндай байлықты. Болды, енді нан барын кузницаға барып салып келейін. Ал мінеки кузницаға да келдік. Бүкіл заттарын барлығын салып қойдым. Мына жаққа алмаздардың барлығын. Ал енді тағы да анеқа барып, қалған алмаздардың барлығын өзімізге алу керекпіз. Қайтадан сындырамыз. Ал енді барлығын қайтадан сындырып аламыз. Қайтадан үстіге мінуге керек болады. Так, болды, келдік. Енді қалған алмаздардың барлығын алып алайық өзімізге. Сосын ертеңгі бөлімдерде жоқ, ертеңгі бөлім шықпайды походу, келесі бөлім. Бірақ ертеңгі уақытта алмаздардың барлығын жителдерге таратып беретін боламыз. Өйткені жителдер маған сенді,
сендік деді, короче, сен тонап берсін, осы ауылдың игроксың ғой деп біздің қолдарымыз жабысқаған анау-мынау деді. Бірақ оларды да түсінуге болады. Сондықтан да мен өзім тонап жатырмын. Қайта сіздерге контент маған өте жақсы видео ғой, короче, сондай ғой. Так, ал енді мына жаққа бүкіл алмаздарды салып қояйық. Мәссаған, менің бір сандығым алмазға толды ғой. Ема, бұл мерді бұндай да ойламаппын, уже екінші рет жасап жатыр енді бұндай істі. Білмеймін енді олар жетелдер сотқа бере ма, или бәле қыла ма, білмеймін, короче, мерліктен қуып жібере ма. Өздері көрсін, енді өзімнің заттарымды алып алайын. Так, болды. Біздің тонауыр операциямыз бітті. Ал енді жетелге барып айтайық болдық деп. Жарайсың Олжас, жақсы тонау болды деп ойлаймын. Ал енді бүкіл ақшаны ертең шетелдердің өздеріне таратып бересің. Ал енді сен өзіңнің үйге барып ұйықтап ал, шаршап қалған сияқтысың. Әрине жетелмен қатты шаршадым. Мен көрдің ғой қандай тонау болғанын, енді көрдің ғой деп қоямын. Ой, ақтың көрген де жоқ. Не болса да үйге барып ұйықтап алайық. Қазір мына жаққа өзім заттардың барлығын тастап кетейін. Менің үйімде сандық жоқ заттар салатын, сондықтан да қазір мына жерге барлығын тастап кетейік. Ешкім алмайды деген ойдамын. Жалпы айтқанда бұл кузницаға менен басқа ешкім келмейді. Жалпы айтқанда ұрламайды, короче, заттарды. Және де достар, мен өзімнің үйімнің алдынан осындай заттарды салып қойған болатын мінекен. Әйерге осындай тастан жол жасадым, осында скамейка қойдым, отырып телефон шықлап, болмаса күнге қыздырынып, болмаса әңгіме айтып, істе шағып, анау-мынау деген сияқты достар. Ал енді үйге барып енді ұйықтап алайық, или болмаса компьютерде отыратын шығармын қазір мен. Кондерді жылысына қойып болды. Ал енді компьютерде отырайық, енді бәл видео түсіп тастайық, компьютерді қосайық, микрофонды қосамыз. И мына жерден наушникті да қосып қоямыз. Все болды. Қандай ойын ойнасам болады екен бүгін? Аған кірейік онда.